Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз әдебиет сабағы және оның түрлері, жаңартылған білім мазмұнын жүзеге асырудың ерекшелігі. Жоспарымызға назар аударыңдар. Бірінші әдебиет сабағы және оның түрлері. Екінші әдебиет сабағында жаңартылған білім мазмұнын жүзеге асырудың ерекшелігі. Үшінші оқу дағдылары, түсіну және жауап беру, анализ және интерпретация, бағалау және салыстыру туралы. Төртінші жаңартылған бағдарламаны жүзеге асыруда қолданылатын тәсілдер. Пайдаланылған әдебиеттер. Жалпы орта білім беретін мектептерде оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқауқат 2020-21 оқу жылына арналған. Жаңартылған білім бағдарламасы, Ханипа Бітібаеваның қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі және интернет ресурстары. Осы дүниелерді сендерге ұсынып отырмын. Еліміздің білім беру саласындағы түбірлі өзгерістер мектеп мұғалімдерінің, жалпы оқытушы қауымның шығармашылықпен жұмыс істеуіне үлкен жол ашуда. Олар өздерінің іс тәжірибелерінде сабақтың көптеген тиімді түрлерін кеңінен пайдалануда. Демек, қазіргі заманғы оқытудың және шығармашылық еңбектің басты нышаны сабақты түрлендіріп өткізу. Әдіскер ұстаз Ханипа Омарғалиқызы Бітібаева сабақтың дәстүрден тыс 25 түрін атап көрсетеді. Енді осы сабақтың бірнеше түрлерін саралай келіп, сабақтың әдебиетте қандай типтері бар, әдебиет сабағына лайықтап, жүйелеп көрсетейік. Бірінші, жаңа білім беру сабақтары. Екінші, іскерлік пен дағдыны қалыптастыру сабақтары. Үшінші, қайталау сабақтары. Төртінші, білімді тексеру сабақтары. Бесінші, аралас сабақтар. Енді осы 5 түрлі сабақтың типіне назар аударып қарайтын болсақ, жаңартылған білім мазмұнында осы 5 сабақтың типінің ішінде қайсы өте жиі қолданылады деген кезде, іскерлік пен дағдыны қалыптастыру сабақтары әдебиет сабақтарында өте жиі қолданылады. Неге деген кезде біз көркем шығарманы талдау, көркем шығармаға баға беру, көркем шығарманы мәңгілік ел ұлттық идеясымен ұштастыруда бірнеше сағаттар берілген. Сондықтан біздің әдебиет сабағымызда іскерлік пен дағдыны қалыптастыру сабақтың типі өте жиі қолданылады екен. Жаңартылған білім беру бағдарламасының мәні баланың функционалды сауаттылығын дамыту. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірде қажетке асыра білу керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі өмір мен байланыс ұғымына құрылған. Оқушылардың бойына қажетті дағдыларды дарыту, жаңартылған білім беру, ол болашақтың кепілі екен. Енді осы жаңартылған білім беру мазмұнында көркем әдебиетті оқытуда біз қандай тапсырмаларды береміз және қандай тапсырмаларды қандай әдістер арқылы жүзеге асырамыз. Жалпы айтыс тақырыбына құрылған әдіс тәсілдерді мен қазір талдап кетейін. Сабақтың басында кезбе тілші әдісін пайдалануға болады. Бұл айтыстың мазмұны бойынша білетіндерін еске түсіруге, зейінін шоғырландыруға ықпал етеді. Ал сабақтың ортасында графикалық органайзер, концептуалды кестені пайдалануға болады. Бұл саралау тапсырмалары әрбір оқушының мақсаттарға қол жеткізуіне ықпалын тигізеді. Сабақтың ортасында тағы сұрыптау талдау жұмысы және постер әдісін қолдануға болады. Бұл оқушыларда ақпаратты қорытындылау, талдау, өңдеу, жобалау арқылы білімін қалыптастырады, дағдысы дамиды. Ал сабақтың соңында SMS хат әдісін пайдалануға болады. Бұл жазбаша жағымды кері байланыс орнатады. Яғни SMS хат әрбір оқушының ілгерілеуі мен ағымдағы түсіну деңгейін анықтау үшін қалыптастырушы бағалауды қолдануға болады. Яғни қалыптастырушы бағалауды осы SMS хат арқылы жүргізуге болады екен. Осы әдістерді сабақта қалай пайдаландық? Енді осыған келейік.
Сабақта белсенді оқыту әдістері, жаңа графикалық органайзерді пайдаландық, концептуалды кестені пайдаландық, SMS хат әдісін пайдаландық, кезбе тілші әдісін пайдаландық, постер әдісін пайдаландық. Міне, енді бұны мен неліктен таңдап алдым? Әр оқушы өзінің сабақ жоспарын жасаған кезде жаңағы оқу мақсатын тақырыпты анықтап алды, оқу мақсатын алды таңдап, енді осы оқу мақсатына байланысты 3 деңгейде сабақ мақсатын қойды. Енді 3 деңгейде сабақ мақсаты қойылса, 3 деңгейде сараланған тапсырмаларды ыңғайлап алды. Енді осыған байланысты тапсырмаға негізделген әдістерді таңдап алды. Сонда неліктен мен бұл әдісті таңдап отырмын деп әркім өзіне сұрақ беру керек. Сондықтан неліктен таңдап алдым? Оқу мақсаты мен сараланған мақсатты орындау үшін алдым. Енді оны қалай қолдандым? Жаңағы әдістерін мен қалай қолдандым? Жеке жұмыста қолдандым. Кезбе тілшіде мен жеке сұрақ бердім. Ал жұптық жұмыста пайдаландым. Графикалық органайзер, концептуалды кесте толтырды балалар. Бұл кезде жұптық жұмыс болды. Сонда жұптық жұмыста қолдандым. Топтық жұмыста жаңа постер жасады, қорғады. Міне осы жұмыста, топтық жұмыста қолдандым. Енді қорытындыға келсек, белсенді оқыту әдістерін қолданғанда оқушы өзіндік өнімін көре алады. Кез келген оқушы жеке жұмыста өз өнімін көрді, жұптық жұмыста өз өнімін және жұбының өнімін көрді, топтық жұмыста бүкіл топтың жұмысын көрді. Енді қалай анықтадым дегенде, кері байланыс арқылы анықтадым. Жаңағы SMS хат жазды. SMS хат жазған кезде бала өз білімін де жазды, жұбының да білімін жазды, топты да жазды. Біз қандай тапсырма пайдаландық, оны қандай деңгейде орындады, қандай әдіс пайдаландық, оны қандай деңгейде қабылдады. Міне осының бәрін жаңағы кері байланыс SMS-те анықтай алдық. Ал дерек көзі дегенде мұғалімге арналған нұсқаулық, үлестірмелі материалды жаңағы интернет SMK-ның интернет көзін пайдалануға болады екен. Енді оқу мақсатына жетуде сараланған тапсырмалардың орындалуы. Жаңа оқу мақсатынан, сабақ мақсатын 3 деңгейде құрып алдық. Енді осыған байланысты сараланған тапсырмалар болу керек. Енді сараланған тапсырмалар қалай орындалды деген кезде бұлым бойынша аламыз. Яғни түсіну және жауап беру төменгі деңгей, мәтінмен жұмыста білу және түсіну, қолдану, дәлелдеу, салыстыру, талдау, бағалау дағдылары жүзеге асты. Тапсырма барысында бұлардың бәрі жүзеге асты. Баланың осы дағдылары қалыптасты, жетілді немесе. Енді жеке жұмыс, ол тапсырманы орындау арқылы өзіндік пікірін білдіруге, шешім қабылдауға дағдыланды бала. Жұптық жұмыста тапсырма бойынша өзекті мәселелер туралы пікір алмасты, ортақ ой тұжырым жасады жұбымен. Топтық жұмыста өзгенің айтқан сын пікірін, маңызды ойларын сұрыптап, талдап, түсіне алды. Бұл топтық жұмыста жаңағы нағыз көшбасшылар ол көрініп тұрады. Бір ой айтқанның өзінде, ой айту арқылы олар жаңағы өзінің ерекше екендігін көрсетіп тұрады. Нағыз көшбасшылар осы топтық жұмыста көрінеді. Жаңағы бүкіл топты өзінің соңынан ерте алатын, жаңағы топта өте жақсы жағымды орта қалыптастыра алатын осы нағыз көшбасшылар. Осы жаңағы сыныптағы көшбасшыларға әр уақытта арқа сүйеген дұрыс. Қалыптастырушы бағалауды әртүрлі пайдалануға болады. Мына жерде ең ыңғайлысы TOPS формуласын пайдалануға болады. Мысалы, менің ойымша, ары қарай айтып, мысалы, айтыс дегеніміз мынандай деп, осыған байланысты мен мынандай шешімге келдім деп, бала өз жаңағы айтуына болады екен. Міне, сабақта қолданылған әдіс тәсілдеріміз туралы және тапсырмалар туралы осындай дүниелерді айтуға болады. Енді оқу пәнінің базалық білім мазмұны бұл түсіну және жауап беру, анализ, интерпретация, бағалау және салыстыру. Бағалау және салыстыру бұл шығарманың фабуласы мен сюжеттік дамуы, кейіпкерлердің портреті, образы, шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп айту, жатқа айту, әдеби шығарманың тақырыбы, идеясы,
осы дүниелер түсіну және жауап беру бөліміне жатады екен. Анализ және интерпретация дағдысында салыстыра суреттеу, қарама-қарсы суреттеу, табу, шығармадағы тілдік бейнелер, авторға хат жазу, сипаттап хат жазу, міне бұл анализ және интерпретацияға кіреді. Бағалау және салыстыру, шығарманың тарихи құндылығын бағалау, кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстыру бағалау, әдеби эссе, сыни хабарлама жазу, бұлар бағалау және салыстыруға жатады екен. Яғни өздерін қарағанда түсіну және жауап беру ең төменгі деңгей балалар. Ал анализ және интерпретация, бағалау және салыстыру дағдысында баланың шығармашылық жұмысы байқалады. Сондықтан да бұл жоғарғы деңгейге жатады екен. Оқу мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша әр сыныпта берілген. Мысалы, біз тек қана түсіну және жауап беруге ғана тоқталып өтейік. Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі бұл спиралды қағидатқа негізделген. Мысалы, көркем шығарманың мазмұны мен пішіні дегенді алатын болсақ, түсіну және жауап беруде 5-ші сыныпта әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттайды. Ал 6-шы сыныпта әдеби шығарманың жанры, фабуласын, сюжетін анықтайды. 7-ші сыныпта оны талдайды. Ал 8-ші сыныпта әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтайды. 9-ші сыныпта әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасайды. Міне сонда 5-ші класста жай ғана сипаттау болатын болса, жаңағы келесі 6-шы сыныпта анықтау, одан кейін 7-ші сыныпта талдау, жоғарғы сыныпқа келгенде бүкіл жүйелік талдау жоғарғы сыныпта жүзеге асады екен. Спиралды пәннің өзінің ішінде спиралды қағидат жүзеге асады екен жаңартылған білім мазмұнында. Енді қалыптастырушы бағалаудың әдіс тәсілдері. Қалыптастырушы бағалау жаңартылған білім мазмұнында әр сабақта жүзеге асу керек. Сонда қалыптастырушы бағалау күнделікті іс тәжірибе барысында оқушының меңгеру деңгейінің өлшемі мен ілгерілеуін анықтауда, оқыту үрдісінде бірнеше әдіс тәсілдерді пайдалана отырып, оқушының ілгерілеуін анықтау қажет екен. Онда қандай әдіс тәсілдер арқылы анықтаймыз дегенде, қол сигналы, бағдаршам, 2 жұлдыз 1 тілек сияқты, немесе қорытындылауға арналған карточка, индекс сияқты жаңағы әдіс тәсілдер арқылы қолдануға болады екен. Қалыптастырушы бағалаудың әдіс тәсілдерін сабақтың әртүрлі кезеңдерінде, жаңа тақырыпты түсіндіруде, тапсырма орындау кезеңде, мұғалімнің оқушыға жұмысының нәтижесін жақсарту мақсатында кері байланыс ретінде ақпарат беру барысында қолдануға болады екен. Енді балалар, кері байланыстың тапсырмасын мен берейін деп тұрмын. Бұл 8-ші класста Қорқыттың нақыл сөздері. Оқу мақсаты көркем шығармадан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану. Мен сендерге кесте беріп отырмын. Осы кестені толтырасыңдар. Сонда тапсырма: бірінші Қорқыттың нақыл сөзі жазылады, екінші сұрақ жазылады, үшінші соған нақты жауап жазасыңдар. Мысалы, нақыл сөзге мен қайыспас қара балтасы жау алынбас дегенді Қорқыттың нақыл сөзін алдым. Сонда қайыспас қара балтасы жау алынбас дегенді қалай түсінесің деген сұрақ беруге болады. Немесе қара деген қандай символдық белгі деп алуға болады. Неғұрлым сұрақтарыңды күрделі алыңдар, сол күрделі сұраққа жауап беріңдер. Мен мына жерде балта қандай құрал деп алдым. Содан кейін балта ағашпен жұмыс істеуде шабуға, жаруға қолданылатын өткір жүзді металдан жасалған ағаш сапты шапқыш құрал деп жаздым. Сендер енді көк шүйгінін киік білер, ақылсыз балаға ата дәулетінен қайран жоқ деген осы 3 нақыл сөзге сұрақ қоясыңдар және оған жауап бересіңдер. Бұл сендерге кері байланыстың тапсырмасы. Бұны орындап, сендер канвасқа саласыңдар орындағаннан кейін. Кері байланыстың тапсырмасы. Сонда балалар, мен 8-ші класстан алып отырмын. Қорқыттың нақыл сөздері. Осының ішінен 3 сөз бердім. Қайыспас қара балтасы жау алынбас, бірінші. Екінші, көк шүйгінін киік білер. Үшінші, ақылсыз балаға ата дәулетінен қайран болмас. Қайран жоқ. Міне осы 3 нақыл сөзді бердім. Осы 3 нақыл сөзбен жұмыс жасайсыңдар балалар.
сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.